Еліміздегі зияты бұзылған балаларға арналған болашақ қоры пилоттық жобасының аяғы алысы. Қалай деген сұрақты біз дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шыққалы отырған арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы республикалық мемлекеттік мекемесінің аға ғылыми қызметкері. Заңгер Сейсенова Алмагүл Дәулетқазықызына қойғымыз келіп отыр. Алмагүл Дәулетқазықызы, қайырлы кеш. Осы еліміздегі зияты бұзылған қазақстандық жастар енді мамандық иесі атанады деп жатырмыз ғой. Енді осындай ақпаратпен бөлісіп отырмыз. Енді оларды жұмысқа орналастыру үшін қарастырылған жағдайлар мен мүмкіндіктер туралы толығырақ айтсаңыз. Қазіргі таңда біздің елімізде зиятында бұзылыстары бар тұлғалардың саны көбеюде. Өкінішке орай олардың ерте жастан бастап мектеп жасындағы барлық жағдайлары білім алу, денсаулығын сақтау, басқа да жағдайлар қарастырылғанына қарамастан, кәсіби бағдарлану және еңбекке араласуына қатысты көптеген өзекті мәселелер әлі де бар. Соның бірі біздің жаңа 50-ге тарта айтып отырмыз, арнайы мектептер бар. Оларда білім алып отырған балаларымыздың ары қарай кәсіби даярлығы және еңбекке араласуына қатысты көптеген сұрақтар туындайды. Себебі енді қазіргіде техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында олар білімдерін мамандыққа сәйкес алып, ары қарайғы жұмыс берушілердің бұл үдеріске қосылуына қатысты. Және де әр облыста, қалада жұмыспен қамтамасыз ету бөлімдері бар. Сол басқармалар арқылы әлеуметтік саладағы жұмыс берушілерді дайындау, бұл тұлғалардың ерекшеліктеріне сәйкес оларды ақпараттандырып, және де мүмкін кейбір жағдайда бұл тұлғалар өздігінен еңбек дағдыларын атқара алмағандықтан, олардың жанында ассистент, көмекші ретінде жетекшілер болуы қажет. Себебі бұған дейін айтылған еді, сопровождаемое трудоустройство, қолдау арқылы еңбекке араластыру. Мысалға бір 3-4 менталды бұзылысы бар тұлғаның жанында осы мамандықтың иесі кәсіби маманның, болмаса шебердің бірге бола отыра жұмысқа араласу мүмкіндігі қарастырылуы қажет. Сондықтан биылғы жылы Қазақстан мүгедектердің құқықтары бойынша конвенцияға сәйкес өздерінің жұмыстарын қалай атқарғандығына байланысты есеп берген еді. Бұл туралы айта жатырмын. Жақсы, Алмагүл ханым, енді біз қай тақырыпты алып қарасақ та, басқа мемлекеттерде, яғни шетелдерде тәжірибе қалай, ол жақтарда қалай реттелген, қалай шешілген деп салыстырмалы түрде зерделеп қарап отырамыз. Енді сіз қалай ойлайсыз? Осы мәселе шет мемлекеттерде қалай реттелген? Қазіргі таңда біздің арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының негізінде оқу ағарту министрлігінің жетекшілігімен зиятында бұзылыстары бар тұлғалардың еңбекке араласуы, кәсіби бағдарлануы және де еңбекке дайындығына қатысты пилотты жоба жүзеге асырылуда. Сол жоба негізінде біз шетел тәжірибесімен де таныса отыра, біздің заңнамамызда бар белгілі бір ережелерді, типтік нұсқаулықтарды қарастырудамыз. Және де бір жағынан сол тұлғалардың ары қарайғы еңбекке араласуына қатысты бірнеше тараптың мүдделі екендігін біле отыра, олардың жұмыс жағдайларын жасауына байланысты белгілі бір өзіміздің ұсыныстарымызды беруге дайынбыз. Енді елімізде осы менталды бұзылысы бар адамдардың, осы жастардың дейікші, жұмысқа орналасу құқығын қорғау үшін қандай құқықтық тетіктер қарастырылған? Мен жаңа айтып өткен конвенция жай ғана құжат емес. Біздің еліміз ратификациялағаннан кейін өзінің бойына міндеттемелерді алды. Оны жүзеге асыру үшін, мысалға 24-ші бабында білім алуы болса, екіншісі басқа да баптарда қарастырылған еңбекке араласу. Демек, біздің үкіметтен бастап құзыретті органдар, мемлекеттік органдар және жауапты ведомстволар олардың жұмысқа араласуына байланысты жаңа айтып отқан жұмыс берушілердің жауапкершілігі де қарастырылған. Біздің заңнамада 2-4%-ға дейін квота бар. Жұмыс орындарын қамтамасыз ету мүгедек тұлғалардың. Өкінішке орай белгілі бір стандарттар бар, тек қана менталды бұзылысы бар тұлғаларға қатысты біз кейбір жағдайда ол кісілерге енді үмітсіз тұлғалар ретінде қарағандықтан
жаңағы мысал ретінде Астана қаласындағы колледжде оқып отыр дейміз. Алматы қаласында да сондай колледждердің негізінде Алматы технология және флористика колледжінде мысалы белгілі бір мамандықтар бойынша оқуда. Олардың жұмысқа араласуына байланысты жұмыс берушінің жауапкершілігі және де оқу мекемесінің кәсіби жаңағы білім беріп отырған колледждің мамандыққа байланысты белгілі бір жеңілдіктерді туындату қажет деп ойлаймыз. Себебі сол тетіктер қосылғаннан кейін ғана бұл тұлғалардың толыққанды жұмысқа араласып және де толығымен құқықтар жүзеге асырылуы мүмкін. Біздің сұрақтарымызға берген тұшымды жауаптарыңыз үшін көп рахмет сізге. Бізбен тікелей байланыста болған арнайы және инклюзивті білім беруді дамыту ұлттық ғылыми практикалық орталығы Республикалық мемлекеттік мекемесінің аға ғылыми қызметкері Сейсенова Алмагүл Дәулетқазықызы болатын. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз.